міне иә маған арыз жаз деп тұр да. Мына высоковольтный линия Мұнайлы ауданына да тұрған. Мына жерде арасындағы арақашықтыққа арыз жаз дейді. Біз тиісе алмаймыз дейді. Сосын мына жердегі бұрынғы автодромның территориясын мемлекеттің мұқтажы деп қайтару үшін мен арыз жазуым керек екен. Мен осы ауылдың тұрғынымын. Ал енді сосын арал комментарий бер. Ал комментарий беріңіз. Мен арыз жазу керек деп айтып отырмын. Себебі бұл аймақ Мұнайлы ауданының аймағы емес. Бұл Ақтау қаласының аймағы. Сол себептен Ақтау әкімдігіне хабарласу қажет. Иә, байпаққа хабарласып отырмын. Көрдің ба? Мен енді хабарласқанда мен хабарласпаймын. Атқарушы билік сонда не істейді? Депутаты бар, қоғамдық кеңесі бар. Міне, кетіп баратыр. Осындай әңгіме айтты. Мына жердегі расстояние 9 метрге шыққысы 20 метр болу керек, 10 киловаттықта. Оларға іштегіге біздікі емес, біздің территория емес дейді. Мына басқа жақтың территориясы емес дейді. Былай. Түсінбей бір міне осындай жауап алдық, Бүгін 8 апрель 2025 жыл Мұнайлы ауданы Басқұдық ауылы мынау. Жаңағы сөйлеген Басқұдық Мұнайлы ауданының әкімі. Мына машина 844. Міне. Болды.